Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында рулет дайындаймыз. Бізге ол үшін керек заттармен танысайық. Бізге ұн 120 грамм, қант 100 грамм, және де 3 жұмыртқа керек болады. Және де қопсытқыш керек, 1 чай қасық қопсытқыш қосамыз. Енді біз жұмыртқаларымызды бір ыдысқа салып, оларды бір ыдысқа салып аламыз, жұмыртқаларымызды. Енді жұмыртқамызға қантымызды шетінен саламыз. 2-3 бөлікке бөліп салып, жақсылап миксерлейміз. Қантымыз әппақ болғанша жұмыртқа мен қантты әбден миксерлеп аламыз, жақсылап тұрып. Қантымыз біткеннен кейін енді ұнымызды қосатын боламыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді ұнды електен өткізіп қосатын боламыз. Електен өткізіп қоссаңыздар жақсы. Рулетіміз биік және де әдемі болып піседі. Ұнымызды електен өткізіп алдық. Енді осы қоспаларды жақсылап араластырамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің енді миксерлеп болғаннан кейін пергамент қағазына дайын болған қоспамызды саламыз. Қоспамызды салып, оны теп-тегіс қылып төртбұрышты қылып жайып шығамыз. Дайын болған тестамыз жайып шығамыз. Енді оны духовкада 150-180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Әркімде әртүрлі, кейде 15-20 минутта да пісіп кетеді. Міне біздің рулетіміз дайын, пісті. Енді оны ыстық күйінше өстіп ораймыз. Сіздер пергамент қағаз болмаса, орамалға салып орасаңыздар болады. Біркелкі етіп ораймыз. Енді ол формасын ұстағанша, кішкене суығанша өстіп қойып қоямыз. Біздің рулетіміз суыды. Енді біз оның ішіне салмасын саламыз. Біз бұның ішіне мен сгущенка салдым. Сіздер варенка немесе тосап салсаңыздар болады. Жеміс-жидектер әртүрлі салсаңыздар да болады арасына. Сонда өте дәмді болып шығады. Біздің міне рулетіміз дайын. Оны алып бір ыдыстың ішіне саламыз. Енді оның бетін әдемілейтін боламыз. Мен оның үстіне Қазақстан шоколадын ертіп алдым. Сіздер де ақ немесе қара шоколадтар құйып, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша әдемілесеңіздер болады. Мінекей шоколадты құямыз бір келкетіп. Оның үстіне жеміс-жидектер қойсаңыздар болады әдемі қылып. Әртүрлі заттармен әдемілеуге болады. Міне біз шоколадымызды құйдық. Енді оның үстіне безелермен әдемілейтін боламыз. Сіздер үстіне әртүрлі фруктылар, жеміс-жидектер қойсаңыздар болады. Безелер, шоколад, әртүрлі заттар қойсаңыз болады. Міне осымен біздің рулетіміз дайын. Сіздер де үйде жасап көріңіздер және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.